Ежелгі қазақ ауылдары ошаққа жанған отты айналып, қоралай отырады. Мұның қандай маңызы, мәні бар? Алпысбай, Жетпісбай, Сексенбай, Тоқсанбай, Жүзбай есімді балалар өмірге қалай келді? Оның ошақтағы отты қоралай отырумен қандай қатысы бар? Осы сауалдардың жауабын білгіңіз келсе, Мақсат медициналық орталығының директоры, философия ғылымдарының PG докторы Мақсат Әбдіқадырұлының еңбектеріне үңіліңіз. Онда былай деп баяндайды. Киіз үй таза ауаны дайындайтын сүзгі, фильтр саналады. Аспан формасындағы киіз үйдегі лас ауалар жоғарыға көтерілсе, оның орнына даладан есіктен, іргеден таза ауа кіреді. Ортаға отты лаулата жағудың да мәні зор. Ортаға ошаққа маздап жанған от және оған қоралай отырып шай ішу, немесе қақталу сынды барыстың да адам денсаулығына аса пайдалы тұстары көп. Ошақты қоралай қақталған кезде, ер және әйел адамдардың аталық, аналық жүйесінің де отқа қыздырылуы да олардың болашақ ұрпақ сүю үшін пайдалы шарт жағдай әзірлейді. Жас аналардың ат үстінде жүруі және үнемі жүрелеп отырып мал саууы, саба пісіп, от жағу сынды әрекеттері олардың толғағының жеңіл болуына да әсер етеді. Тізе, шынтақтарының ошақтағы отқа қыздырылуы буын ауруларының алдын алады. Қазақ емшілігінде ерлердің жыныстық қуатын күшейту үшін жас қошқардың ені мен шыбығын қақтап, немесе қайнатып жеу ұсынылады, немесе бұғының қанын, шыбығын, бөкеннің мүйізін тұтынады. Қазақ салт дәстүрі бойынша жаңадан босанған ананың денсаулық күтіміне де ерекше мән берген. Бізде еркек қой қалжа жегенбіз дейтін сөздің айтылуы тегін емес. Жаңадан босанған анаға жел тигізбей, ауыр зат көтертпей, бала қырқынан шыққанша жаңа сойылған қойдың етін жегізіп, сорпасын ішкізіп, күтімге алатын, және жас сәбиге де құйрық май сорғызатын болған. Осылай күтімге алынған ананың өз денсаулығы жақсы болумен бірге сәбиі де сау-саламат, қуатты болып өседі. Ананың омырау сүті де тартылмайды. Жоғарыда айтылған жағдайлардың барлығын жинақтай келгенде, белсіздік пен бедеуліктің алдын алады. Ер мен әйелдің қуатты жыныстық мүшелері арқылы өмірге келетін дені сау ұрпақтың алғы шартын жасайды. Алпысбай, Жетпісбай, Сексенбай, Тоқсанбай, Жүзбай атанған аталарымыздың өмірге келу үшін ата-бабаларымыз осындай пайдалы жолдарды басып өткен. Егерде сізде Алпысбай, Жетпісбай, Сексенбайлардың әкесі болғыңыз келсе, атқа мініңіз, саумал қымыз ішіп, жас ет жеңіз. Ошақтағы отты қоралап, алақан тізе буын ауруларының алдын алыңыз. Қуық безінің қабынуынан сақтаныңыз. Мақсат медициналық орталығы сіздерді ұрпақты болуға шақырады. Каналымызға тіркелсеңіз балалы бола алмай жүрген жастарға алдағы кеңестерімізде тіпті де құнды мәліметтер ұсынатын боламыз.